Сәлематсыздар ма балалар? Дүниетану пәнінен бүгінгі тарау жергілікті жерді бағдарлау. Мақсаты тұспағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтау. Тірек сөз тұспағдар. Сұрақтар: бағдарлау деген не? Көкжиек сызығы деген не? Көкжиектің негізгі және аралық тұстары қалай аталады? Тұспағдарды пайдаланып, көкжиек тұстарын қалай бағдарлайды? Қандай табиғи белгілерге қарап, көкжиек тұстарын анықтауға болады? Бұрыннан жақсы таныс жерде компас пен картаның көмегінсіз ақ, ойланбастан үйреншікті дағды бойынша жүре бересің. Ал бейтаныс жерде өзіңе қажетті бағытты тауып жүру оңай емес. Ол үшін алдымен түрлі әдістерді қолданып, немесе картаны пайдалану арқылы бағдарлап алуға тура келеді. Бағдарлау бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Бейтаныс жерде бағдарлау үшін ең алдымен көкжиек тұстарын табу керек. Содан кейін барып, өзіңнің тұрған жеріңді анықтайсың. Көкжиектің негізгі және аралық тұстары болады. Көкжиектің негізгі 4 тұсы: солтүстік С, оңтүстік О, шығыс Ш, батыс Б әрпімен белгіленеді. Тал түсте күнге арқаңды беріп тұр. Сенен түскен көлеңке солтүстік бағытты көрсетеді. Өкше жағың оңтүстік, оң қолың шығыс, сол қолың батыс бағытты нұсқайды. Көкжиектің аралық тұстары: солтүстік шығыс С, Ш әрпімен белгіленеді. Оңтүстік шығыс О, Ш әрпімен белгіленеді. Оңтүстік батыс О, Б әрпімен белгіленеді. Солтүстік батыс С, Б әрпімен белгіленеді. Тұспағдарды қолдану тәртібі: тұспағдарды пайдаланарда оны тегіс жерге қоямыз. Оның тежегішін ағытып, тілі тоқтағанша күтеміз. Көк тілі С әрпін, қызыл тілі О әрпін көрсеткенше қорабын бұрамыз. Енді бағытты оңай анықтауға болады. Жұмыс аяқталғанда тұспағдардың тежегішін қайта қосамыз. Жергілікті белгілерге қарап бағдарлау. Өзің білетін жерге саяхатқа шыққанда тұспағдарды үнемі алып жүру шарт емес. Егер бейтаныс жерге бара қалсақ, тұспағдарсыз жол табу қиынға соғады. Мұндайда күн арқылы көкжиек тұстарын анықтауға болады. Тек тұспағдар арқылы ғана емес, жұлдыздар арқылы құстардың ұшу бағытына қарай жол табуға болады. Білесіз сауалнама: әр жауаптан кейін дұрыс болса қосу белгісін, бұрыс болса азайту белгісін қою қажет. Жеке дәптерімізге жазып орындаймыз. Көкжиек бұл айналамыздағы көрінетін жер. Бағдарлау үшін 5 негізгі көкжиек тұстар қолданылады. Тұспағдар көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. Тұспағдардың көк-жасыл тілі оңтүстікті көрсетеді. Тұспағдар адаспау үшін қажет. Күн әрқашан шығыстан атады. Тал түсте күн солтүстікте болады. Дұрыс жауаптары: көкжиек бұл айналамыздағы көрінетін жер, қосу белгісімен. Бағдарлау үшін 5 негізгі көкжиек тұстары қолданылады, азайту белгісінен, яғни ол дұрыс емес дегенді. Тұспағдар көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал, қосу белгісімен. Тұспағдардың көк-жасыл тілі оңтүстікті көрсетеді, азайту белгісімен. Ол яғни дұрыс еместігі. Тұспағдар адаспау үшін қажет, қосу белгісімен. Күн әрқашан шығыстан атады, қосу белгісімен. Тал түсте күн солтүстікте болады, азайту белгісімен, яғни дұрыс еместігі. Тапсырма: оқулық бойынша 78-ші бет сұрақтарға жауап бер. Үйіміздің жан жағында орналасқан оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысында орналасқан ғимараттар, дүкендер тағы басқаларды анықтау.
жазу